Хақиқаттан, рас айтып атырман. Яқ, мүмкін емес. Ибрам атаңызға сенбейсіздер ме? Бұл жерде ешқандай арсланлар болмаған. Сен қаяқтан білесең? Сіздерге айтып атырман ғой, бұл жерде арсланлар болған. Әлбетте көрмегенсіз, себебі мен оларды бұл жерден қуып жібергенмін. Яқ, біздер сізге сенбейміз. Онда үйлеріңізге қайтың. Бәрібір хақиқатты естуді қалемей атырсызлар. Үлкенлерді ұлыма құрмет етпей тұғын балаларға уақытымды кетіріп не қыламын? Кетіңлер, барыңлар. Саған және не керек, пұшық бала? Сіздің менің әкем болуыңызды қалаймын. Тезірек үйіңе қарай шап. Мен болса сенің айтқан сөздеріңді әкеңе айтпауға уәде беремін. О, хүкімдар, мен балаларды жүдә жақсы көремін. Сен біздерге перзент беремен деп уәде бергеніңе 10 жыл болды. Сонда сенің уәдең күшін жойтқаны ма? Ибраим һәм Исақ. Сенің менде гәпің бар екенін айтты. Қызметшің неге жылап атыр? Ажар жақсы. Болмаса не гәп? Ибрам, мен сізге жаным менен бала туып берер едім. Бірақ енді қартайдым деп қорқамын. О, Сарай. Мені тыңлаң. Сіз менің қызметкерімді хаялыққа алуыңызды, һәм ол сізден жүклі болуын қалаймын. Ибрам, разы болың. Оны мен үшін қылың. Сен ақыр менің хаялымсың ғой. Бірақ мен Құдай сізге уәде еткен баланы туып бере алмаймын. Бірақ Құдай аспанда жұлдызлар қанша болса, сенің ұрпағың сонша болады деп уәде берді. Ол уәдесін орындайды. Бәлкім, оның уәдесі басқа біреу арқалы орынлануы мүмкін. Ойлап көрің, Ибрам. Сіз сонша ұзақ күткен ұл. Құдай уәдесін орынлады. Бұл сенің қымбатлы сыйың, Исмаил. Бұл сый емес, әке. Бұл менің ұзақ уақыт шыныққанымның нәтижесі. Исмаил, егер сен Құдайдың берген барлық жарылқауларын мирас етуді қалесең, сен өзіңдегі барлық жақсы іслеріңде Құдайдың қолы бар екенін білуің керек. Енді болса бар. Әке, сіз бұл қозыны сатып жіберіп, көбірек ақшаға ие болуыңызға болар еді ғой. Болар еді. Бірақ Құдай біздерге ол үшін құрбанлық келтіруімізді бұйырған. Не үшін ең жақсысын құрбанлық етіп атырсыз? Пададағы ауру қозыларды алуға болмай ма? Себебі Құдай менен соны сұрады. Ең жақсы қозыны құрбанлық қылуымыз арқалы, біздер өзіміздің бойсынатығынымызды һәм міннедаршылығымызды білдіреміз. Әрдайым Құдайдың айтқан қылуымыз шарт пе? Әрдайым, Исмаил. Әрдайым. Ей Құдайым, сен осы құрбанлықты міннедаршылық ретінде қабыл ет.
Исмаил, жүді алысқа кетіп қалма. Ей Құдайым, мен қалайынша бұндай тыныш таппайтұғын баланы тәрбиялайын. Мен құдіретлі Құдаймын. Мен сенің менен келісім түземен. Естіп тұрман Құдайым, алдыңдағы жерлерді көріп тұрсаң ба? Олар мәңгіге сенікі болады. Әм сенің кейінгі аулатларыңа мәңгілікке мүлік қылып беремен. Енді сенің атың Ибрам емес, ал Ибраим болады. Ибраим, хаялыңды болса Сара деп ата. Мен оны жарылқайман, әм оннан саған ұл беремен. Оған сен Исақ деп ат қоясаң. Мен саған бергенлерімнің хаммесіне ол мирасқорлық қылады. Менің хаялым ұл? Ей Құдайым, Исмаилға не болады? Мен оған ақ батямды беремен, әм оған ғамқорлық қыламын. Менің келісімім болса, Исақ пенен болады. Исақ. 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 Исақ, балам менің. Анаң менен қаншелі ұзақ уақыт перзент күттік. Құдайдың маған берген һәмме нәрсесіне сен мирасқорлық қыласаң. Исақ, кішкене ғана Исақ. Мен әзір ғана бұларды жуған едім, Исақ. Бар басқа жақта ойна. Мен осы жерде ойнауды қалаймын. Яқ, бар кет. Исақ. Исақ, балам. Кешірің ханым, мен үтібар бермей қалыппын. Сен оған қарамадың. Мен тек қана ол мантығып кетуі мүмкін еді. Неге мен сіздің балаңызға қарауым керек? Сен еледе менің қызметкерімсің, солай емес пе? Мен де Ибраимның хаялыман, һәм оның бірінші ұлының анасыман. Ол Исақты набыт қылмақшы. Яқ, неге ондай дейсің? Мен сізге айтып атырман. Исмаил да. Мен көріп тұрман. Сара, сен бұны өз балаңды жүдә жақсы көргенің үшін ойлап тауып атырсаң. Ажар менен Исмаил да оны жүдә жақсы көреді. Міне көресің.
Әкем маған арнап ешқашан мұндай зияпат бермеген. Қорқып кеттің бе? Және әкем сүйкілі баласының жылаған көрмесін. Маған қара, күйіп қалма. Болды. Абайлы бол. Қоя қой. О, Ибраимның ерке баласы жылап атыр. Неге жылайсаң, әкем саған өзінде барын қалдырады. Қане бола ғой. Әкесінің ерке баласы. Тоқтат. Ары тұр, Исмаил. Енді өзіңіз гуа болдыңыз деп ойлаймын. Ажар менен баладан құтылың. Исмаил менің балам, Сара. Бірақ Исақ біздердің баламыз. Ол жауыз һәм жаман бала Ибраим. Егер Исақтың тірі қалуын қалесеңіз, оларды бір жақларға жіберің. Ей Құдайым, Сара дұрыс айтып атыр деп қорқаман. Сонда мен тұңғыш перзентімнен құтылуым керек пе? Өзіңді бас, Ибраим. Сараның һәмме айтқанларына құлақ сал. Мен оны берекетлі қыламан. Оннан 12 ұру жол басшысы келіп шығады. Мен оннан ұлы халық жаратаман. Бірақ өз келісімімді болса, Исақ арқылы әмелге асыраман. Күннен де жарық балам менің, балдан да татлы балам менің. Соранған сол күнім келді. Міне қуанып ойнамақта балам менің. Міне ол ұйқылайды қасымда менің. Қуандырғай әрдайым мені. Бейбақасы үшін дуа етемен. Сүйіспеншілігім менен оны жарылқайман, һәм сақлайман. Менің кеулім толы болар, баламның бақтын көрсем. Арманларым сенің менен балам, менің балам. Just to see my child growing, my cup overflowing, child of my longing, my child. Исақ, сен білесің бе, не үшін біздер ең жақсы қозыны құрбанлыққа береміз? Ауа аке, Құдай біздерге һәмме нәрсені берді, һәм ол ең жақсыны лайықлы. Исақ, өмірде Құдайдың бұйрықтарын орындаудан артық нәрсе жоқ. Құдай саған не айтса, һәммесін орындауға уәде бер. Уәде беремен әке, әрдайым. Ибраим, саған бұйыраман. Естіп тұрман, Құдайым. Жалғыз сүйіклі ұлың Исақты алып, Море жеріне бар. Мен саған бір тауды көрсетемен. Сол тауда балаңды құрбанлыққа бер. Құдайым, не үшін бұны менен талап етіп атырсаң? Бұл перзентті мен 100 жыл күттім. Айт, Құдайым, не үшін? Мен күнә істедім бе?
Күнәмді маған көрсет, мен тәубе етейін. Мен оны жақсы көремен, Құдайым. Жүрің, әке. Ешеклерге һәмме нәрсе жүкленді. Жолға таярмыз. Жүдә жақсы. Біздер кетуіміз керек. Егер біздер қалесек, Мен яқшы дедім. кешірің, әке. Мен сіздің сөзіңізді бөлдім. Ешкап, барып мынаны да жүкле. Ибраим, сізді бір нәрсе тәшвишлендіріп атыр ма? Не болды? Бәрі жақсы. Мореға шекем жол жақын емес. Ал мен болсам біраз шаршадым. Ауа, бұл жол қартайған адам үшін аңсат емес. Сара, Ибраим, сізге не болды? еш нәрсе. Мен әзірдің өзінде жүдә қартайып қалдым. Бірақ сені көргенімде менің жүрегім және де күшлірек ұрады. Анаң менен қошлас, Исақ. Көріскенше, анажан. Сенің менен бәрі жақсы болады деп ойлаймын, балам. Оны қаттырақ құшақла, Сара. Қаттырақ құшақла. Мен балаға қарағанымда, сенің сақилығыңды көремен. Мен қалайынша бұлардың барлығын жоқ қыламын. Және қашан бұларды көремен. Күнәсіз мұқаддеслікке мен қалай шек қоямын. Осы жерде қалыңлар. Біздер Исақ екеуіміз Арманраққа барып сыйынып келеміз. Кеттік. Әке, пышақ қане? Сенің бұйрықларыңды орындағанымда, мен бар құллы күшке толамын. Әзір болса қорқудан жүрегім қалдырамақта. Құдайым, сені түсінуіме жәрдем бер. Әке, міне отын һәм оны алыстыратұғын нәрсе бар. Ал құрбанлық қозысы қане? Балам, құрбанлық қозысын Құдайдың өзі береді. Мен сенің ниетіңді түсіне алмай атырман. Бірақ, сен менің өмір беруші Құдайымсың. Сен айттың. Мен сен үшін сондай қыламан. Себебі сені өмірімнен де бетер сүйемін. Әке, не болды? Білесің бе, қозы болмайды, балам. Бірақ сіз Құдайдың өзі береді дедіңіз ғо. Ол береді, әке. Яқ, Қапа болмаң, әке. Құдай.
Сен құрбанлық қозысы боласаң, Исаақ. Сен Құдайым сорап атырған құрбанлықсаң. Әке, Мен бойсынуым керек. Не үшін екенін білмеймін, бірақ бойсынуым керек. яқшы әке. Мен сені жақсы көремен, Исаақ. Ибраим, нәрестеге қарсы қол көтерме. Мен енді сенің Құдайдан қорқатығыныңды білемен. Жалғыз ұлыңды менен аямадың. Сені жарылқайман, Ибраим. Патиямды беремен. Балам менің. Ұлым менің. Қара, ана жерге қара. Сен хақ екенсің, Исаақ. Құдай өзі біледі. Құдай өзі береді. Ибраим, менен жалғыз ұлыңды аямағаның үшін сенің нәсіліңді аспандағы жұлдызлардай, теңіз жағасындағы құмлардай көбейтемен. Сен маған бойсынғаның үшін жер жүзіндегі әмме халқылар сенің нәсіліңнен берекет табады. Әке, мен сізді жақсы көремен. Мен де сені жақсы көремен, Исаақ. Sweeter than honey is my child.